Бүгін біз дастарханға қоюға арналған өте жұмсақ, әдемі болып шығатын самса дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Бізге қажет заттар ұн, тұз және жұмыртқа және керегінше су. Қажет заттардың барлығының құрамын видеоның астындағы описание бөліміне қалдыратын боламын. Жақсылап қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды 10 минутқа бетін жауып көп қоямыз. Дайын болған қамырымызды екі бөлікке бөлетін боламыз. Бөлінген қамырымызды алып және жұқа етіп жасайтын боламыз. Міне біздің нанымыз дайын. Дайын болған нанымыздың үстіне сармай немесе маргарин жағамыз. Өздерің қалауларың бойынша мен өзім маргарин қолдандым. Сармайымызды бір кекетіп жағып шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей қылып, рулет сияқты қылып орайтын боламыз. Осылай дайындап алғаннан кейін, дайын болған тестімізді 20 минутқа мұздатқышқа салып қоятын боламыз. Содан кейін самсамыздың салмасын дайындайтын боламыз. Міне біздің тестіміз дайын. Дәл видеода көрсетілгендей қылып формаға салып жасай береміз. Міне самсамыз дайын. Самсаның бетіне жұмыртқаның сарысы мен кішкене сүт қосып араластырып жақтым. Өздерің қалауларың бойынша мак немесе күнжіт салсаңыздар болады.
Міне біздің самсамыз дайын, өте әдемі жұмсақ болып шықты. Дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.